Ағаларынан сұрақ келіп жатыр да, ұшақтың гидравликасы істен шықса, қалай ол оңға солға төмен жоғары ұшақты басқаруға болады дейді да. Яғни гидравлика істен шықты деген сөз, оның руль істен шықты деген сөз да. Яғни рульді білесіз ғой, ұшақтың штурвалын төмен басса төмен, өзіңе тартсаң жоғары көтеріледі, оңға болсаң оңға, солға болса солға. Және де екі педаль бар. Екі педальмен де оңға солға ұшақты бұруға болады да. Ал енді гидравлика деген жүйе істен шыққан кезде ол өте ауыр болғандықтан, ол тонна ұшақтың салмағы, ол икемге келмей қалады да. Бірақ сонда да тағы бір әдіс бар екен, ұшақты жаңағыдай жоғары төмен оңға солға басқару үшін. Бірақ енді толық контроль жасай алмайсың, бірақ жасауға болады екен. Ол ұшақтың екі жақтағы екі қозғалтқышын қолданады екенсің да. Мысалы, ұшақ келе жатыр белгілі бір биіктікте, төменге түсу үшін екі қозғалтқыштың да оборотын азайтады. Сол кезде ұшақ астынан поток азайғаннан кейін ол төмендей бастайды да. Ал қайтадан жоғары көтерілу үшін обороттарын, қозғалтқыштарын, движоктарын қатты қосқан кезде ол астынан ауа ағымы көбейген кезде подъемный сила, яғни көтеретін күшті көбейеді, ол ұшақ жоғары көтеріле бастайды. Енді ең қызығы, оңға солға бұру үшін не істейді десе, ол үшін мына мысалы сол жаққа бұру үшін сол жақтағы движокты минимальныйға қойып қояды да, оборотын, оң жақтағын керісінше көбейтеді. Сол кезде мынау бір жақтан қарай, яғни айырмашылық пайда болғаннан кейін бұрыла бастайды екен да, оңға солға. Келесі жаққа бұру үшін дәл солай істейді.